Кореяда арбайт дегенimiz не? Былайша айтқанда бір күндік әртүрлі жұмыстар. Орыстар биржа труда деп айтып жатады ғой. Кореяға басқа елден келгендерге жұмыс тауып беретін кәрістер бар. Олар кішкентай офис ашып алып, бізді жұмысқа сол жерден жібереді. Олар сіздерге жұмыс тауып беріп, жұмысқа алып барып, өздері алып қайтады. Жұмыс істеген жеріңізден айлығыңызды алып, сізге алып кеп береді. Былайша айтқанда посредниктер, олар өз процентін ұстап қалады. Заңға қайшы болса да, визасы жоқтарды да жұмысқа көп алады. Сіздердің араларыңызда ешқандай келісім шарт та болмайды. Сізді бірінші рет көріп тұрса да жұмысқа жібере береді. Сенің кім екенің оларға маңызды емес, тек жұмысыңды азаннан кешке дейін дұрыс атқарып келсең болды. Олар тек өз пландарын орындаса болды. Неше түрлі заводтардан тапсырыс келеді. Күніне маған 10 адам жібер, 20-30 адам жібер деген сияқты. Сол адамдардың орнын толтырып беріп, өз проценттерін алып отырса болды. Оларға басқа ештеңе қызық емес. Сізді мигрант екен деп лақтырып кету деген понятие Кореяда жоқ. Кореяда заңсыз жүрген мигранттардың да құқығы қорғалады. Сіз ол жерге азанымен келіп списокқа жазыласыз. Кейін жұмысшылар қажет болып жатқан жаққа сізді жібере береді. Ол қандай жұмыстар және қанша төленетіні туралы келесі бөлімде саламын. Лайк басып тіркеліп кетіңіз, алда қызықты информация көп.